Баршаңызға қайырлы күн. Сосиски в тесте дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы су, сүт, қышқы, тұз, сұйық май және де шекер қажет. Барлығын жақсылап араластырып, нанымызды илеп, оны көтеруге 1 сағатқа қалдырамыз. Көтерілген дайын болған қамырымызды видеода көрсетілгендей бөлшектерге бөліп аламыз. Бөлінген қамырларымызды жайып, сосискамызды ортасына қойып, қамырымызды өріп шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себуді ұмытпаймыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Біздің сосиски в тестеміз дайын.